Құрметті Садыр Нұрғожаұлы, ең алдымен Қазақстанға қош келдіңіз деп айтқым келеді. Сапарыңыз өте маңызды. Өзіңіз президент ретінде алғашқы мемлекеттік сапармен Қазақстанға келіп отырсыз. Бұл Қазақстанға деген үлкен құрмет деп есептейміз. Сапарыңыздың рөлі, мағынасы айрықша деп айтуға болады. Себебі бұл сапар екі еліміздің арасындағы қарым-қатынасқа үлкен серпін береді деп сенеміз. Шын мәнінде сапарыңыздың бағдарламасы кең ауқымды. Сондықтан біз бүгін ең өзекті мәселелер бойынша пікір алмасамыз, тиісті келісімдерге қол жеткіземіз. Рахмет, құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, құрметті қазақ бауырдаштар. Біріншіден, сіздердің маған Қазақстан жергесіне келіп кетуін визитмен шақырғаныңыздар үшін терең разышылығымды білдіремін. Сіздермен бүгін аман-есен көрішіп отырғаныма өте қуаныштамын. Біз қазақ менен қырғыз бір туған елбіз. Бұл бір туғаншылығымызды қазақтың ұлы ақын жазушысы Жуан Молдағалиев ағамыз 4 сап өрменен айтып кеткен. Ал мындай деген, мен қазақпын, қырғыз ол туысқаным, бірге тартқан тарланның құйысқаным. Анамызда қара көз бір қыз балким, бөліп берген егізге уысынаным. Мына ушул 4 сап өрдің ішіне қырғыз менен қазақтың қандай ел екенін, қандай бір-біріне жақын екенін терең мағынада түсіндіріп кеткен. Біз андан артық сөз менен мұны қазақ менен қырғызға айтып жеткізе албайбыз. Ошондуктан биздин ортобузда Қазақстан менен Кыргызстандын ортосунда дайыма ынтымак, бир туугандык мамиле болуш керек. Эч качан чечилбей турган маселелер болбош керек. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, эки тараптан тең көтөрүлгөн маселелер чечилип, бири-бирибизди колдоону улантабыз деп ойлойм. Биз эл аралык уюмдарда, ар кандай бирикмелерде бирге катышкан өлкөлөрбүз, мүчө өлкөлөрбүз. Казакстандын башына кыйынчылык түшсө, Кыргызстан жардамга келип туруу керек. Кыргызстандын башына кыйынчылык түшсө, Казакстан келип туруу керек. Бири-бирибизди дайыма колдоп, кубаттап туруубуз керек. Мен дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирем сизге чакырууңузга. Мен дагы сизди бош убактыңызда ушу Кыргызстанга расмий сапарыңыз менен келип кетүүңүздү чакырам. Шын мәнінде халықтарымыз бір туған. Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы дәстүрлі достық бар. Тек қана одақтас мемлекет емес Қырғызстан, Қазақстан үшін бауырлас мемлекет. Сондықтан бәріміз бұл дәстүрді жоғары бағалаймыз. Біздің алдымызда тұрған міндетіміз осы дәстүрді жалғастыру, нығайту. Сондықтан бүгінгі келіссөздер өте маңызды болады деп мен ойлаймын.